Сәлем достар, денсаулыққа өте пайдалы бөдене жұмыртқасын қалай дұрыс пісіру керек екендігімен бөлісемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жұмыртқамыз тығыз болып пісу үшін қайнап тұрған суға кішкене тұз саламыз. Жұмыртқаларды пісірмес бұрын міндетті түрде жуамыз. Өйткені жұмыртқа сальмонеллез ауруын тасымалдаушы болғандықтан оның қабығында бактериялар болуы мүмкін. Жақсылап жуылған жұмыртқаларды қайнап тұрған тұзды суға салып, шамамен 3-4 минуттай қайнатамыз. Одан артық қайнатсаңыздар, піскен кезде жұмыртқаның сарысы қарайып кетеді. Турап салатқа қосқан кезде жұмыртқаның сарысының шеті қарайып, әдемі болмай тұрады. Мен тура 3 минут пісірдім. Енді сүзіп алып, бірден суық суға саламыз. Жұмыртқаның қабығы оңай аршылу үшін. Енді жұмыртқаларды аршимыз. Кәдімгі тауықтың жұмыртқасын аршығандай аршимыз. Бөдененің жұмыртқасының пленкасы тауықтікіне қарағанда қалыңдау болып келеді. Сол себепті аршылуы оңай. Пленкасынан тартсаңыз, өзі оңай аршылады. Бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы. Кімде анемия бар, соларға көбірек жеуге кеңес етемін. Құрамында темір көп. Және де ер адамдарға, сондай-ақ балаларға өте пайдасы зор. Жұмыртқа дайын, 3 минуттан артық пісірмесеңіздер, осылай әдемі болып шығады. Достар, менің каналым пайдалы. Тіркеліп алыңыздар. Бөдененің жұмыртқасымен жасалынатын салаттар да бар. Қарап шығыңыздар.